Biz 2 жыл бұрын Қаратау қаласынан көшіп келдік. Сүлеймен 14 жаста, қызым Айша 13 жаста, Хадиша қызым 10 жаста, ең кішкентайымыз 3 жаста. Қазір 4 баланы өзім тәрбиелеп отырмын. Фармацевтикада оқып жатырмын, 3-ші курспын. Ештен көре кеш жақсы дейді ғой. Әр адам тірі екен, армандарын орындауға оған мүмкіншілік болады екен да. Мен сол өзімнің арманым медицина еді. Ақ халат кигендерге қызығатын едім. Осы жаққа келіп 2 жыл арендада тұрдым ғой. Сөйтіп ройды естідім де, сразу барып тіркелдім де. Сонымен альхамдулилля алдым. Мен уже көшейін деп тұрған кезімде авария болдым ғой. Бір өлімнен қалдым да, сол кезде өліп те кетуім мүмкін еді, өйткені машина прямо аударылды ғой. Мен ойлаймын, сол балаларым Аллах Тағала тастап кеткен шығар деп ше. 2 қолмен рульді ұстаған кезде біреусін шығарып қалғам терезеден, өйткені жаз ыстық күн ғой. Құлап бар машина аударылып жатқан кезде шығарып қалғам да, сөйтіп сол кезде ұштарын алып кетіп қалды да. Саусақтың ұштарын, бір фалангасын. Бала шағамды қадірін білдім. Көп айтатын қиналған кезімде мен өліп қалсам, сендер құтыласыңдар ма деп ше, сондай қиыншылықтар басымнан өтті. Бірақ ол сөзді айту қажет емес екен. Сол жүріп тұрған, тірлік істеп жатқан бәр нәрсеміз біз үшін қымбат екен да. Алам десе, Аллах Тағала бір күнде секунд жетеді екен өлем десең. Тірісің ба, әрекет ет, жұмыс істе, арман да, қиыншылықтан еш уақытта шаршамау керек екен. Өмір сынақ деп бекер айтпаған ғой. Тек сынақпен жеңеміз. Мен бір тірлік істеймін дедім ба, тек қана тәуекел етем, қорқыныш болмайды. Бәрі тірлігімді мен солай бастағанда, бірақ соңы жаман болып біткен емес, Аллаға шүкір, осы уақытқа дейін. Осы ройда да, үй алуға да сол тәуекелмен келдім. Мен көшеде қалған жоқпын. 1 жылға қалмай үйлі болдым, альхамдулилля. Бірінші Аллахтың арқасында, екінші Әрген мырзаның арқасында. Мен ешқашан ойламаған едім, бұлай тез үй алам деп та. Аллах дұғаларын қабыл етіп, армандасаң орындалады дейді ғой. Ұйқымыз тыныш, ешкім мазаламайды, без хозяйка. Аллах разы болсын, сол ройдың ашылғанына шүкір.